Оларды көру мүмкін емес, бірақ бар. Ауада, суда, жерде. Олар мәңгі тоңға немесе аптап ыстыққа, оттегі болмауына, төтенше қысымға төзімді. Кейбіреуі зиянсыз, бірақ аса қауіптілері де кездеседі. Вирустар. Бұлар паразит микроағзалар. Олардың жеке жасушалық құрылымы жоқ. Сондықтан дайын жасушаға кіріп алады, оның қоректік заттарын, күшін және тіршілік қуатын сора бастайды. Вирустық аурулармен адамдар, жануарлар, өсімдіктер зақымданады. Қазір вирустар барынша зерделенген. Бұл микроағзалар пішіндері мен өлшемдерінің алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Мәселен, міне ұшық вирусы. Ерінге суықты шығарудың бірден-бір себепкері осы. Ал мына массаж добына ұқсас вирустың түріне қарап, алданып қалмаңыз. Ол таяуда ғана пайда болған құс тұмауы. Микроскоптан қызылша вирусы осылай көрінеді. Бұл ауруда денені қызыл бөртпе басып кетеді. Мынау шешек вирусы, яғни көпшілік бала кездерінде ауыратын нағыз шешектің өзі. Міне, Луи Пастер микроскоптан сонша көргісі келген құтыру вирусы осындай екен. Вирустар түр және пішінмен ғана ерекшеленбейді. Олардың өлшемдері де әртүрлі. Ең майда вирустың өзі миллиметрден миллион есе кіші. Бұл үй жануарларында шошқада ауру қоздырады. Ауырған кезде олар арықтайды, қоректенуі нашарлап, тіпті өліп те кетеді. Ол сондықтан цирка шошқа вирусы деп аталады. Ал мына өте үлкен вирус соңғы кезде ғана анықталды. Оны Сібірде мәңгі тоң қабаттарынан тапты. Ол миллиметрден 1000 есе ғана кіші. Вирустардың ішіндегі ең ауыр салмақтысы. Мәңгі тоңда ол ғалымдардың пайымдауынша 30 000 жыл ұйықтап жатқан, бірақ бастапқыдай сезінеді. Микроағзаны табылған жердің атымен питовирус сиберикум деп атады. Вирустар өте кішкентай болғанымен, өзіндік гендері бар. Өздерінің қасиеттерін беру арқылы ұқсас нәрселерді туындатуға қабілетті. Бірақ вирустар қандайда бір жасушаның ішінде ғана көбейе алады. Вирус жасушаның ішіне қалай кіреді? Ол ұстап алған жемтігіне өзінің генін жібереді. Содан бастап жасушаның тіршілігі ол жойылғанға дейін вирусқа толық тәуелді болады. Одан кейін микроағза жаңа қоныс іздеуге кетеді. Вирустар аса жоғары жылдамдықта тарайды. Бір сыныптың оқушылары немесе бір кеңсенің қызметкерлері ғана зақымданып қоймайды. Ауру бүкіл қаланың тіпті бір елдің тұрғындарын зақымдайтын жағдайларда ұшырасады. Бұл індет деп аталады. Ал егер жұқпалы ауру бірнеше мемлекетке таралса, онда ол пандемия болады. Кейбір тарихи деректерде пандемиядан миллиондаған адамдардың қырылғандығы туралы айтылады. 4 ғасырда Шығыс Рим империясында безгек пайда болып, көрші мемлекеттерге тарады. 50 жылға созылған пандемиядан шамамен 100 миллиондай адам қырылды. 14 ғасырда бұл қатерлі ауру қайта оралды. Еуропа елдерінде қозған безгек ошақтары 300 жылдай ойран салды. Әрине, адамдар өздерін қорғауға тырысады. Вирустарды зерттеп, олармен күресу жолдарын қарастыратын ғалымдар вирус танушылар деп аталады. Вирусқа қарсы арнайы дәрі-дәрмектер де шығарылуда. Кейбір аурулардан сақтандыратын вакциналар да бар. Адамдарда өзіндік табиғи қорғаныс та бар. Кейбір аурулармен, мәселен қызылшамен, бір рет науқастану жеткілікті. Содан кейін ағза бұл вирусты өзіне жолатпайды. Яғни иммунитет пайда болады. Дегенмен соңғы кезде ғалымдар тығырыққа тірелді. Вирустарда оңай берілмейді. Дәрі-дәрмектердің әсері бәсеңдеуде. Сөйтсе, бұл микроағзалар мутациялық өзгеріске түседі екен. Олардың жаңа тұрпаттары, штаммалар пайда болады. Мысалы, тұмаудың қанша штаммасы бар екенін бірде-бір ғалым дәл айта алмайды. Адамзатты жаңа күрес жолдарын іздеуге мәжбүрлеп, олар пайда болуды жалғастыруда.
дегенмен әркім өзін қорғай алады. Ол үшін қарапайым тазалық ережелерін сақтау қажет. Қолды сабындап жуу, науқастармен қатынас жасамау, жеке ыдыс пайдалану, әрине, иммунитетті нығайту керек.